Ассалаумағалейкум. Шоханаға келдік. Шоханаға қаншама жылдан бері емшілікпен айналысады. Алматы қаласында тұрады. Шоханаға өзіңіз таныстырып, қандай емдермен бірсыпыра айтып кетсеңіз, одан кейін сұрақтар қойып дегендей. Ассалаумағалейкум жамағат. Ассаламағалейкум Нұрхаділ. Енді келіп қапсыңдар. Айтайын. Қандай енді мен 20 жылдан бері ем жасаймын. 20 жыл, енді бұл 20 жыл болғанда 20 жылдан бері ем жасағанда сол хиджама, ине қою, шөп дәрілермен емдеу, массаж, сондай адамдардың аурудың түріне қарай ғой. Одан бөлек Құранмен дем салып, сондай емдер. Енді рухани ем жасауға. Құранмен дем салып, шариғаттағы рұқсат берілген, көрсетіп берген, сондай рухия дейді, рухия оқимыз. Ол енді основном рухани ауруларға. Қобызбен де ем жүргізеді екенсіз. Қобызбен де сондай рухани ауруларға, депрессия, сол кездерде өзі қобызбенен сондай ем жасайтын адамдар болады, соларға жасаймыз. Сүлікпен де нақты, мысалы, қандай аурулары көп келеді сізге және қалай емдейсіз оларды? Өзің айтпақ жаңа Құранмен дем салдыруға көп келеді, қорқасынмен аластауға, содан кейін хиджаманың барлық түрлерін жасаймын. Одан кейін сол давление, ине қоямыз. Сондай енді негізі основном келетін адамдардың барлығы әбден хронический аурулар келеді ғой, жазылмаған көптен. Созылмалы аурулар. Созылмалы аурулар. Врачтан емін таба алмаған болмаса? Врачтан енді ол врачтар емді жасайды ғой, олар тек қана врачтың айтқанын істемейді көбісі. Содан кейін сол жазылмайды ауру. Сон келгенде біз сол үйретеміз, қалай ары қарай адам өз аурумен күресу керек, көмектесеміз. Жаңағындай шөптермен емдейміз. Содан кейін меридиан, точкалар арқылы нүктелі массаж, нүктелерге ине қою арқылы емдейміз. Кейбір адамдарды рухани қоса емдеу керек, сондықтан жазылмайды, сол кезде рухани емдейміз оны. Жақсы. Шоханаға сіз Алматыдағы адресіңізді және телефон нөміріңізді айтсаңыз, клиенттер өзі хабарласады, мынандай ауруды емдейсіз ба, емдемейсіз ба деген сияқты. Енді ол менде телефон 8-778 897-1966. Адресім сол Жандосова Яссауида. Ол кім хабарласады, соған толық адрес берем ғой. Жақсы. Ем қажет болатын болса, Шохан атадан емделгілеріңіз келсе, жаңағы телефонға хабарласыңыздар, немесе WhatsApp-ына жазсаңыздар, толыққанды ақпарат береді. Қандай ауруға келу керек, болмаса алдын ала жаңағы обследование, жаңағы УЗИ-ге түсу керек па, бәрін алдын ала айтады дегендей. Жаңағы давление жоғарыладан жаңағыдай хиджама алынбайды ғой? Аламыз. Аласыз ба? Низкилерден алынбайды ма? Өте низкиден алмаймыз. Одан кейін қаны сұйық болса, шамадан тыс. Алдын ала бәрін ескертеді ғой сіздерге. Өте көп болса, оны адамды көру керек та, адам. Сіздердің жағдайларыңызға қарай жаңағы ем жүргізеді. Бұдан кейін де видеоларын шығарамын Шохан атаның, сондықтан каналға тіркеліп, келесі видеоны күтіңіз. Сол үшін мына пайдалы болса видео, в общем, каналдарға, WhatsApp-тарға тарқатып қойыңыздар.